Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен қазақ әдебиеті пәні бойынша 6 сыныпта тәуелсіздік қасиет тұнған ұлы ұғым бөлімінен Расул Гамзатовтың «Менің Дағыстаным» әңгімесі бойынша елге, жерге деген шексіз сүйіспеншілік тақырыбы бойынша сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты кейіпкерлер жүйесінің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға беру. Сабағымыздың мақсаты шығармадағы кейіпкерлердің тұлғалық ерекшелігін анықтап баға береді. Шығармадағы ана әрекетіне дәлелдеме келтіреді. Кейіпкерлердің заманауи жаңашылдығын қазіргі жастардың бойында көзқарасымен салыстырады. Бүгінгі сабағымыздың бағалау критерийлері: шығармадағы кейіпкерлерді анықтап баға береді, дәлелдер келтіре ана әрекетіне баға береді, кейіпкерлерді қазіргі өмірмен салыстырады. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына суреттерге назар аударайықшы. Бірінші суретте суретші Италияға оқуға кетіпті де, итальян қызына үйленіп, еліне қайта алмай қалыпты. Әлгі дағыстандық жігіт көпке дейін өзінің жаңа отанына үйрене алмай жүріпті. Қайда барса да туған елін аңсап, зарыққан сезім соңынан қалмай-ақ қойыпты. Сезімді бояу арқылы бейнеге айналдырыпты. Екінші суретте ана кезінде ұлын Италияға оқуға жіберіпті де, Италияға барып өз тілін ұмытып қалған баласына қатты көңілі қалыпты. Өзінің туған баласын жатырқап, менің ұлым баяғыда өліп қалған деп, бетін қара орамалмен жауып алады екен. Үшінші суретте автор Парижде әлгі суретшіні кездестіріпті де, суретшінің салған суреттермен танысыпты. Суретшінің туған туысқандарын тауып алып, туған жерін жат жерге айырбастап жіберген суретші туралы күңірене әңгімелейді екен. Ендеше төртінші суретке назар аударайықшы. Бұл жерде суретшінің салған суреттері. Суретте байырғы авар киімін киген итальянка суретшінің әйелі бейнеленген. Ол тау ішіндегі бұлақтың басында тұр. Қолында атақты гацаплин шеберлері нақыштап жасаған күміс құмыра. Бесінші суретте тікенек бұтаның басында отырған құс. Бұта болса жалаңаш тасты қағы жарып шығып өсіп тұр. Құсты ұстап алып, торға қамап қойыпты. Торға түскен құс күні түні бірдей елім, елім, елім деп қақсай беріпті. Балалар, мына сұрақтар негізінде өз ойымызды, көзқарасымызды ауызша білдіріп көрейікші. Бірінші сұрақ: Италияда қалып қойған суретші жігіттің картиналарында қандай аңыз бейнеленген? Екінші сұрақ: елді аңсау атты суретте не бейнеленген? Үшінші сұрақ: суретші еліне неге қайтқысы келмеді? Төртінші сұрақ: суретшінің анасы Расул Гамзатовтан не сұрады? Бесінші сұрақ: баласы туралы естіген суретшінің анасы қандай күйге түсті? Қане оқушылар, осы сұраққа ауызша жауап берейікші. Жарайсыңдар оқушылар, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіздер. Енді келесі тапсырмамызды орындауға көшейік. Бірінші тапсырма: төмендегі кестені толтырып, шығармадағы кейіпкерлерге баға беріңіздер. Кейіпкерлер: ана, суретші, автор. Іс-әрекеті, тұлғалық қасиеті, менің бағам. Дескриптор: кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға береді, тұлғалық қасиеттерін ажыратады, өз бағасын береді. Ал тапсырманы орындауға кірісіңіздер. Ендеше өздеріңіз орындаған тапсырмалардың жауабымен тексеріп көріңіздер. Кейіпкерлер: ана, іс-әрекеті, бетін қара орамалмен жауып алады,
авар анасы үйреткен туған тілін ұмытып қалған ұлын өлді деп есептеді. Тұлғалық қасиеті: түңіледі, көңілі қалады, жүрегінде реніш сезімі туындайды. Менің берген бағам: ана жүрегі баласының жіберген қателігін кешіре білуі керек. Шығармадағы келесі кейіпкер суретші. Іс-әрекеті: Италияға оқуға кетті де итальян қызына үйленіп, сол үйде қалып қойыпты. Қайда барса да туған елін аңсап зарыққан сезімді бояу арқылы бейнеге айналдырыпты. Тұлғалық қасиеті: атақты суретші тілін ұмытса да, өз елінің салт дәстүрін ұмытпай, өзінің суреттерінде бейнелейді. Менің бағам: ол туған елінен жырақтап кетсе де, өзге елде құрған мансабы мен өмірден өзінің орнын тапты. Келесі кейіпкер автор. Парижде суретшінің салған суретмен танысады. Туған жерін жат жерге айырбастап жіберген суретші туралы әңгімелейді. Тұлғалық қасиеті: халық ақыны. Шығармаларында адамға деген соншалық бір жылылық сезіледі. Менің бағам: ел мен жерге деген іңкәрлікті жырлайды. Балалар, ендеше екінші тапсырманы орындауға кірісейік. Екінші тапсырмада екі пікірдің заманауи жаңашылдығын салыстыра отырып, өз көзқарасыңызды білдіресіз. Кестенің бірінші бағанында суретшінің пікірі, екінші бағанында өзіңнің пікірмен салыстырасыз. Үшінші бағанында болашақ бағдарламасы бойынша оқыған студенттің пікірі. Дескриптор: заманауи жаңашылдығын салыстырады, өз пікірін білдіреді. Олай болса, тапсырманы орындауға кірісеміз. Ендеше екінші тапсырманың дұрыс жауабымен өздеріңіздің орындаған жауаптарыңызбен салыстырайықшы. Суретшінің пікірі былай екен: мен басқа елге білім алуға бардым. Өзімнің туындыларымды әлемге таныта білдім. Ал болашақ бағдарламасы бойынша студенттің пікірі: білім алу әрқашан артық етпейді. Ел көріп, жер көрген жастар жан-жақты дамиды. Өмірге деген көзқарасы өзгереді. Басқа елдің оқу тәжірибесімен танысады. Шетелден білім алып келіп, өз еліне қызмет етуі керек. Ал өзіңнің пікірмен салыстыр. Қай елде жүрсең де, өз тіліңді, туған жеріңді, салт дәстүріңді ұмытпауың керек. Балалар, олай болса, үшінші тапсырманы орындауға кірісейікші. Үшінші тапсырмада шығармадағы ана әрекетіне баға беріп, дәлелдер келтіресіз. Яғни суретшінің анасын айтқан дұрыс жауабы, бұрыс жауабы. Оған сіз 3 дәлел келтірулеріңіз керек. Дескриптор: ана әрекетіне баға береді, анасының сөзіне дәлелдер келтіреді. Олай болса, тапсырманы орындауға кірісейік. Қане оқушылар, үшінші тапсырманың дұрыс жауабы мен бұрыс жауабын тексеріп көрейікші. Бірінші бағанда дұрыс 3 дәлел. Бірінші дәлел: суретшінің анасы кешірімді болды. Екінші дәлел: басқа елде оқығанын қолдады. Үшінші дәлел: бақытты болғанын қалады. 3 бұрыс дәлел. Бірінші бұрыс дәлел: өз еліне сатқындық жасады. Екінші бұрыс дәлел: отбасы тәрбиесін табанасты етті. Үшінші бұрыс дәлел: жеке басының қамын ойлады. Сіздердің жауаптарыңызбен сәйкес келді ме, оқушылар? Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сіздер тапсырмаларды орындау арқылы кейіпкерлердің заманауи жаңашылдығын өзара салыстырып баға бердіңіздер. Бүгінгі сабаққа
Сіздердің де өз пікірлеріңізді білдірулеріңізді өтінемін. Сабақтан алған 3 маңызды ақпарат, сабақта қиындық тудырған 3 жағдай, сабақтан алған бір іс-әрекетті еркін микрофон әдісі арқылы білдіре қойыңыздар, оқушылар. Сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Шығармадан алған әсерлеріңізбен бөлісіп, суретшіге хат жазыңыз. Дескриптор. Шығармадан алған әсерлерін бөлісіп, суретшіге арнап хат жазады. Хат құрылымын сақтайды. Балалар, туған жер, туған ел деген екі сөзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр. Туған жердің қадірін әр адам әрқалай түсінеді. Туған жер қадірі дүниедегі ең ұлы деген нәрселермен пара-пар деп сабағымды аяқтағым келеді. Келесі білім алаңында кездескенше қош сау болыңыздар.